Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Сіздермен бірге педиатр Жұлдыз каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымнан өзіңізге пайдалы дүние аласыз деген үміттемін. Бүгінгі тақырыбымыз баланың тыныс жолдарында бөгде зат тұрып қалса, қалай көмектесеміз? Кішкентай сәбилер, 1 жасқа дейінгі сәбилер өте белсенді болып келеді. Оларға барлығы қызық, жан-жағындағы айналасындағы заттардың барлығы қызық. Олар қолдарымен ғана ұстамай, ауыздарына да салады. Кішкентай заттарды, ойыншық детальдарын, моншақтарды барлығын салады ауыздарына. Абай болу керекпіз осы жерде. Сол сәтте тыныс жолдарына бөгде зат түсіп кету қаупі жоғары. Осындай кезде баламызға қалай көмектесеміз? Яғни бала бірінші кезде аузына салғаннан кейін ол асқазан ішек жолдарында тұрып қалуы мүмкін, немесе тыныс жолдарына өтіп кетуі мүмкін. Тыныс жолдарына өтіп кеткен кезде бала көгереді, жөтеледі, қақалады, шашалады, көгере бастайды бала, ауа жетпейді, демалмайды. Балалардағы бұл жағдайда жедел жәрдемінде ең жиі шақыртулардың себебі болып табылады. Осындай жағдай туған кезде ең бірінші көмекке келетін сіз ғана, қасындағы адам ғана көмектесе алады балаға. Ондай кезде бірден 103-ті тересіз де шақырасыз. Ең бірінші жедел көмек көрсетесіз. Қалай көрсетесіз? Қазір көрсетемін. 1 жасқа дейінгі сәби болса, қолыңызға аласыз. Осылай аламыз. Қолымызға, білегімізге жатқызамыз. Қайсы қолыңызға алғыңыз келеді, қайсы ыңғайлы, солай аласыз. Оң қол, сол қол маңызы жоқ. Сізге ыңғайлы болса болды. Баланың бетін алақаныңызбен жабасыз. Осылай жабамыз. Аяқтарын қолтығымыздың астында қысамыз, жыбырламас үшін. Осындай қалыпта ұстаймыз және арқасынан жылжытатын соққы беретін боламыз. Ол осы жауырынның ортасынан соққы береміз. Төменге қарай ұстаймыз баланы. 5 рет соққы жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Егер бөгде зат аузында шықса, сіз алақаныңызбен сезесіз. Егер шықпаса, аударамыз келесі қолымызға. Осылай аяқтарын фиксировать етеміз, басын төмен ұстаймыз. 2 саусағымызбен емізік тәрізді сызықтың ортасына қоямыз. Кеуде қуысының үстіне көз мөлшерімен өлшейміз. Межсосковидный линия дейді. Осыған саусағымызды қоямыз. Тоже 5 рет қысамыз қатты. 1, 2, 3, 4, 5. И аударамыз қайтадан. Тағы да ұрамыз. Басын еңкейттім төмен қарай. Ұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бөгде зат шықса, алақанымызбен сеземіз. Егер бөгде зат шықса, бала жылайды, айқайлайды. Баламыз демала бастайды, айқайлайды, жылайды, шыңғырады. И баламызды аламыз да тыныштандырамыз. Ол кезде 103 келіп тұрады. Және сіз ары қарай да педиатрдың көмегіне жүгінесіз. Ол міндетті түрде олсыз болмайды. Қабылдау бөліміне алып барады сізді. Сол жерде хирург көреді. Бәрі жақсы болса, үйіңізге қайтарады. Ал басқа да жағдайлар туады. Қандай жағдай туады? Бала, бұның барлығын сіз орындадыңыз, қақтыңыз, арқасына соқтыңыз. Бірақ бөгде зат шыққан жоқ. Бала демалмайды, бала көгеріп жатыр. Балада өмірлік белгілер жоқ, демалмайды, пульс жоқ. Бала көгеріп жатыр. Ол кезде не істейсіз? Ол кезде біз базалық өкпелік жүректік реанимацияны бастаймыз. БЛС дейді. БЛС деген базовая сердечно-легочная реанимация дейді. Соны жүргіземіз. 103 келгенше сол реанимацияны жасай бересіз. Тоқтаусыз, тоқтамайсыз жасай бересіз. Оны келесі видеода көрсететін боламын. Менің каналымнан өзіңізге керекті, қажетті ақпаратты, пайдалы ақпаратты таптыңыз деп үміттенемін. Каналыма тіркеліп өтіңіздер. Сау болыңыздар.